Bizde G-Tour X70 70 Plus клиент ұзақ оталады деп алып келді. Басталған себебін айтты. Бірінші мына сигнализациясы суға түсіп кеткен деді пульті. Содан кейін сондай проблемалар пайда болды дейді. Оборот үлкен и ұзақ оталады. Қазір соның бәрін тексереміз, қараймыз. Қазір көрсетіп жіберейін. Ұзақ оталады дейді. Осылай ұзақ оталады. Сосын оборот 1000-да тұрады дейді. Бәрі мұны сигналкадан кейін басталды дейді. Так, оборотын да көрсетіп жіберейін. Осылай ұзақ оталады. Міне бізде мынау оборот 1000-да тұрады деді. Ол 1000 деген ол бізде аварийный режим. Негізі 700-де 800-де тұру керек. Сосын біз сигналкасын алып тастап көрдік, сигналкадан деп ойлап. Бензонасос деп ойладық. Сөйтсек, бірінші импульс болмайды екен бізде. Форсункада и катушкада импульс жоқ. Импульс примерно бір 2-3 секундтан кейін пайда болады. 2-3 емес, даже 5 секундтан кейін пайда болады. Кейбір кезде. Так, біз жөндеп болдық. Қазір диагностика жасаймыз. Оталдырып көреміз. Диагностика полный жасалсын. Так, оталдырамыз. Сразу оталады. Оборот 800. 700-800-де оборот. Ошибка жоқ. Енді біз дистроникпен айналсамыз, дистроникта ошибка бар. Бізде бір ошибка қалды. Радардан. Қазір оған калибровка жасап көреміз. Оборот 700. Так, бізде калибровка өтті. Ошибка бәрі өшті. Все, осымен машинаны тапсырамыз.